Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге 100% дұрыс шығатын медовый тортының рецебін ұсынғым келеді. Ең алдымен бізге 72%-ық сары май қажет. Осылай видеодағыдай су моншасында ерітіп аламыз. Үстіне қант және де таза табиғи 2 ас қасық бал саламыз. Бұларды осылай су моншасында барлығы бірыңғай болып ерігенге дейін күтеміз. Міне осындай болып шығу керек массамыз. Мінекей осылай жиі араластырып тұрсаңыздар барлығы тез еритін болады. Және оның үстіне 2 жұмыртқа саламыз алдымен, одан кейін артынан тағы да 1 жұмыртқа саламыз. Осылай араластырып аламыз. Одан кейін 1 ас қасық ас содасы. Бұны да араластырғаннан кейін жаңа массамыз әппақ болып беті көпіргенге дейін күтеміз. Мінекей осылай болу керек. Бетінде осындай ақ көпіршіктер шыққан кезде су моншасынан алып, үстіне ұн салып, ыстық болғандығы үшін осындай лопаткамен араластырамыз. Менде барлығы 3 кесе ұн кетті. Барлығы шамамен 400 грамдай. Мүмкін сіздің ұныңызға байланысты одан да көп болуы мүмкін. Сол үшін ол жағына да көбірек мән бергеніңіз дұрыс. Мінекей қыздар, қамырымыз осындай массада болуы керек. Қазір бұны қамыр кілемшемізге салған кезде бірден қолға жабыспай осылай түсетін болады. Енді бұның қазір оқтаумен илеген кезде жеңіл болуы үшін тағы да біраз ұн қосып, жақсылап 1-2 рет илеп аламыз. Одан кейін 4 бөлікке бөліп, әрбір бөлікті дөңгелетіп, 4 қамыр бізден иленіп шығатындай етіп, бөлшектерге бөлеміз. Егер сіздерге видеоларым ұнап жатқан болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды осылай бетін жауып 5 минутқа қойғаннан кейін біріншісінен бастап алып қамырымызды жая бастаймыз. Жайған кезде міндетті түрде қамырдың астына және үстіне ұн себу керек. Өйткені қазір қамырымыз ұнсыз өте жұмсақ болғандығы үшін жабысып қалуы мүмкін. Осылай жайып болғаннан кейін формамызға астына ұн сеуіп, осындай формада жайып шығамыз. Және де алдын ала ысытылған 180 градуста 5-6 минуттай қызарғанша дейін пісіріп аламыз. Мінекей келесісінде осылай жайдық. Және де формамызға көрсетейін. Осылай қолымызбен жетпеген жерлеріне жайып шықсаңыздар болады. Піскеннен кейін міндетті түрде көтеріліп, жұп-жұмсақ болып піседі. Қазір ең соңында сіздерге көрсетемін. Бірақ осылай қамырымыз дайын болып жатқан кезде біз креміне көшейік. Креміне міндетті түрде мен при желании сгущенкасын қолданамын. Міндетті түрде ол қою болу керек. Және де 300 грамм қою қаймақ қолдансаңыздар болады. Және бұларды миксердің көмегінсіз осындай лопаткамен араластырып шығамыз. Қаймақты негізінде 20% және де 30% қаймақ пайдалансаңыздар креміңіз қою болады. Мен 15% қаймақ қолдандым, бірақ менікі үйдікі болғаннан кейін қою болды. Сол үшін пайызы жоғары болған сайын крем жақсы шығады. Мінекей қыздар, біздің күлшелеріміз дайын болды. Енді бұлардың шетін осылай қалаған формамызда кесіп, және де одан қалған қамырымызды үкітіп, үстіне себетін боламыз. Мінекей осылай көз мөлшермен әрбір күлшені барлық жеріне баратындай етіп кремімізді жағып шығамыз. Егер кремді қасықпен өлшеп салсаңыздар, онда шамамен 3 ас қасықтай кетеді бір күлшеге. Және де ең соңында шетіне және де күлшенің бетіне көбірек қылдырсаңыздар жақсы болады. Өйткені біз ең соңында үгітілген қамырдың ұнтақтарын себетін боламыз. Сонда кремі сіңген кезде өте дәмді болып шығады. Мінекей енді ең соңында осылай
қамыр ұнтақтарын барлық жерге жететіндей қылып сеуіп шығамыз, және де ең бастысы бетіне, одан кейін жан жақтарына да жайлап осылай лопаткамен жайып шықсаңыздар болады. Мінекей қыздар, тортымыз дайын болды. Енді бұны холодильникке 2 сағатқа пропиткаға қойып қоясыздар. Және де 2 сағаттан кейін мінекей осындай торт болып дайын болып шығады. Дәмі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Және де келген қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Алдын ала ас болсын.